Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Морбит арнасы достар. Мен 2016-та YouTube карьерасын бастаған, әрліге жатырмын. 10 жыл болды YouTube'та жүрген. В общем, бізде бүгін анбоксинг болады достар. Cloud 2 деген наушникті ашады, обзорлайтын боламын. Обзор деп айтатын едік. Енді мына наушник енді өзінің жұмысын атқарып болды десек те болады. Міне Avermedia. Вот. Мына әлде, кстати, жасап тұр. Бірақ та уже не точно уже информация береді да, уже кішкене стереосы кішкене кетіп қалған, бірақ былай кино қарауға, неге бірдеме тыңдауға сондай жақсы, по идее видео қарауға деген сияқты. Бірақ ойын ішінде бұл уже ошибаться етеді. Бұл мені Америкадан жіберген, мен кезінде ютубта жыртып хит болып жүрген кезде ғой, 2018-де келген бұл наушник. Қазір енді примерно 8 жылдай болды. Әлі істеп жатыр, качество сапалы. Енді бірақ ойында енді кішкене уже болды, динамиктер кішкене не кеткен. Ал Морбит оралуымен деп отқан адамдар бар болса, сіздерге рахмет достар. Енді давайте қорабына не істейік, келейік та қорабына. Қорабы енді сапасы өте керемет достар, қараңыздар. Мына жерде енді HyperX қой, енді все-таки Америка ол деген саған анау емес. Бірақ Қытайда заказ береді, производствосы. Бірақ негізі бұл американский. 2 жыл не дейді? 2 жыл гарантиясы бар екен өзінде. Так, давайте бұның плюсын оқышайық достар. Орысшасы бар екен, қазақшасы өкінішке орай. Виртуалдық объемный звук дейді. HyperX 7.1 каналдық несі бар дейді тұр ғой енді. Вот. Содан кейін достар, фирменный комфорт дейді. HyperX, дизайн айтып тұрған шығар енді. Долговечная алюминиевая рама дейді. Ал, осы жақсы. И съемный микрофон. Оны, съемный микрофон өте керемет нәрсе. Кей кезде болады, мысалға мына микрофонда студия емес, былай тиммейттарға сондай арналған не болса, мынандай қорабы бар. Алдында HyperX мышкасын обзор жасайтын болған, TikTok'та бар, айтпақшы қараңыздар видеосын. Міндетті түрде мына, кстати, мына жерде менің 2 каналым бар, қазір активно. Осында мен көбінесе TikTok'та стрим жасаймын қазір, YouTube'тан қарағанда. YouTube'та арасында енді видео мынаны бүйтіп ашамыз достар, мынандай защитный несі бар екен. Мынаны қараңдар, съемный құлақ ұшым бар. Мынау жазда кімді? Жазда мынаны кигізіп қоясыздар. Міне мынандай съемный микрофон. Міне мынандай. Бұны қолдап енді көреміз кейін барып. Бірақ качествосы өте керемет, ұстағанда матовый покрытие да. Одан кейін мына несі, пыльник несі бар екен, поп-фильтр бар екен, деген нелермен ұстап болады. Мына, кстати, өзінде де поп-фильтр бар микрофонда, айтпақшы. Микрофонда обзоры тоже неде бар, TikTok'та достар. Cloud деген наушниктің өзіне келетін болсақ, достар, мынандай несі бар, ұстайтын алюминиевый да, деді ғой. И мына үстінде, мына іші кожа болып тұр, білмеймін, кожамен, мына Avermedia'нікі кожамен бір 5 жылдан кейін уже бітті шаруасы. Өктеліп, істеп, анағадай бетіп кетіп қалған кожа. Сосын мен андай матовын тақып қойдым да. Так, енді давайте по удобству көрейік. Так, кеттік ол. Так, кішкене қысқалы. Басым үлкен ғой, қазан басым ғой мен. Кәдімгідей жақсы тұрады екен, плотно тұр. Мына үшін үлкен запас шнур бар екен достар, қараңдар. Айтпақшы мен мына нені туралы айтпай кеттім. Прикинь, мұтып көтіп ойлап қойым, ішінде бірден барып, тағы да барымен, сырда салафан қараңыздар достар. Качественный салафан сал жүріпті. Так, давайте көрейік. Мынау, короче, достар, не ғой? Мынау, міне. Мынау, достар, звуковая карта дейді. Дополнительная звуковая карта. Білесіздер, звуковая карта не екен да? Дыбыстың миы ғой, короче, дыбыс. Мысалға, мынада өзінде бар звуковая карта. Мынаған отдельно қосу керек емес, ішінде бар өзі звуковой фильм, бәрі ішінде, короче. Бұрынғы мысалы BM800 деген микрофон бар, ана жерде жатқан. Бұрынғы ескі, ода мысалы болмаған. Мынаны достар, енді мынаны түсіндікті. Мынау 1 метр өзі да. Мына апарып қосқан кезде 7.1 деген, мынау звуковая карта, мына 7.1 деген дауыс береді. Бұл енді Counter-Strike, PUBG деген ойындар ойнаған кезде, картада жүгіріп атқан кезде, вот міне 3 метр болады достар. 3
3 метрдей, прикинь, ұзындығы метрдей. Мына өзі 1.70 болса звуковой карта, мына қосқанда короче 3 метрдей болады. Өте керемет. Так, USB арқылы қосылады. Мына жерде қандай кнопкалар бар, мен сіздерге көрсетіп жіберейін. Микрофонның және наушниктің дауыс азайтатын, дауыс көтеретін батырмалар бар екен. И ортасында 7/1 деген міне батырмасы бар екен. Өте керемет. 5 кнопка в общем. Есептегенде болады жалпы. Енді мен қайда жоғалып кеттім деген сұрақ видеоның соңына дейін қараған болсаңыздар жауап берейін. Мен 25 жылда TikTokқа қайтып келдім. YouTubeқа да сондай сол уақытта келдім 25 жылда. 20 жылда мен каналын саттым. Содан кейін қайтып келдім енді. Келесі видеоларда кездескенше, все, давайте сау саламат болыңыздар. Жақсы неге кездескенше. Енді иншалла болашақта активность болғанша мынандай видеоларды жиі түсіріп тұрамын. Айтпақшы, менде тағы 2 қосымша каналым бар. Біреу Құранмен байланысты канал. И 4-ші канал менде чисто КС PUBG деген. Сол. Короче, менде в общем 4 каналдың астында описание қалдыратын боламын. 4-еуіне де тіркеліңіздер. Давайте, сау болыңыздар.